Жетінші сұрақ. Іңкәрға жаңағы бар кәмпит қорабын сыйлады, бірақ ол жаңақты ұнатпайтын. Таңертең ол сыныптастарына барлық кәмпиттің 7-тен 2 бөлігін таратып берді. Кешке сабақтан соң қалған кәмпиттің 5-тен 3 бөлігін інілеріне таратты, және қалған 10 кәмпитті тоңазытқышқа салып қойды. Іңкәрға сыйлаған кәмпит қорабында неше кәмпит болған? Енді қараңыз, мына жақта Іңкәр бір бөлігін сыныптастарына берген. Сыныптастарына ол берді 7-ден 2 бөлігін барлығының. Толық қораптың ішіндегі кәмпиттер санының 7-тен 2 бөлігін. Әр қарай, кешке сабақтан соң қалған кәмпиттің 5-тен 3 бөлігін. Ол інілеріне таратты. Інілеріне ол таратты 5-тен 3 бөлігін. Енді қалғанының, барлығының емес, қалғанының қорапта. Одан кейін 10 кәмпитті ол тоңазытқышқа салып қойды. Тоңазытқышқа ол 10 кәмпитті салды. Енді сұрақ, барлығы Іңкәрға сыйлаған кәмпит қорабында неше кәмпит болды? Қараңыз, алдымен сыныптастарына дейді 7-тен 2 бөлігін беретін болса, ол дегеніміз кәмпит саны 7-ге бөліну керек. Мына жақта қараңыз, 14 бөлінеді 7-ге, 35 бөлінеді 7-ге, бірақ 45 пен 60 бөлінбейді. Сол үшін осы екі жауапты алып тастасақ болады басынан. Олар бәрібір жарамайды. Енді мына жақта сыныптастарына 7-тен 2 бөлігін берді барлығының, інілеріне 5-тен 3 бөлігін берді қалғанның, және тоңазытқышқа салған кәмпит саны 10 болса, мына жерде бірінші ол сыныптастарына бергеннен кейін кәмпиттерді, мұнаның барлығын қалдық деп атаймыз. Ол бір бүтін қалдық деп аламыз оны. Бір бүтін қалдық. Енді інілеріне ол 5-тен 3 бөлігін сол қалдықтың берді. Сонда тоңазытқышқа салған кәмпиттер саны ол қалдықтың 5-тен 2 бөлігі болады. Қараңыз, 5-тен 5 немесе 1 бүтін. Ол бізде осы барлығы, барлық қалдық, ол інілеріне берген кәмпит саны және тоңазытқышқа салған кәмпит саны барлығы 1 бүтін қалдық. Інілеріне егер 5-тен 3 қалдықтың берсе, қалдықтың 5-тен 3 бөлігін берсе, сонда тоңазытқышқа салған кәмпиттер саны ол 5-тен 2 бөлігі қалғанының. Енді қалғанының 5-тен 2 бөлігі 10 кәмпит болса, осы қалдықты табу қиын емес. Қараңыз, 10 кәмпит ол 5-тен 2 бөлігі болса, 10-ды 2-ге бөліп 1 бөлігін табамыз, және 5-ке көбейтемізді, сол 5 бөлігі немесе 5-тен 5 бөлігі барлық қалдықты табамыз солай. Мына жерде 5 шығады, 5-ті көбейткенде 5-ке 25 кәмпит, ол қалдық. Қалдық, Іңкәрда 25 кәмпит қалды мектептен келгеннен кейін. Енді, мектептен келгеннен кейін 25 кәмпит қалса, 14 жауабы бізде бірден келмейді, жауаптардың ішінен Б жауабын таңдасақ болады. Бірақ енді нақты жауабын табайық. Шығару жолымен былай жалғастырып. Енді 25 кәмпит қалған болса ода, сыныптан кейін, мектептен кейін келгенде. Енді сыныптастарына ол берді 7-тен 2 бөлігін барлығының. Қараңыз, барлығы ол 1 бүтін. Немесе осы жерде 7-тен 7 деп алсақ болады. Неге 7-тен 7 деп алдым? Өйткені сыныптастарына 7-ден 2 бөлігін берді. Ол дегеніміз қалғаны 7-ден 5 бөлігі болады. Сонда қараңыз, барлығы 1 бүтін болса, 7-ден 2 бөлігін егер ол сыныптастарына берсе, 7-ден 5 бөлігі онда қалды. 7-ден 5 бөлігі ол қалған кәмпит мөлшері. Қалғаны мектептен кейін. Енді қалғаны осы болса, бізде белгілі қалғаны 25 кәмпитке тең екені. Және мына жақта көріп тұрмыз, қалғаны ол барлығының 7-ден 5 бөлігі. Сонда егер осы 25 кәмпит ол 7-ден 5 бөлігі болса, 25 кәмпит ол 5 бөлігі, 7-ден 5.
біз 5-ке бөліп 1 бөлігін табамыз, және 7-ге көбейтіп 7 бөлігін табамыз. Мына жақта шықты 5, 5-ті көбейткенде 7-ге шығады 35 кәмпит. Ол іңкәрға сыйлаған қораптың ішіндегі кәмпит саны. Ол барлығы осынша. Барлығы осы кәмпит қорабында 35 кәмпит болды. Соны таптық. Жауаптардың ішінден мына жақта Б жауабы дұрыс.